Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі видео сабағымыз автокөліктерге техникалық қызмет көрсетудің түрлері бар. Оны білесіздер. Ал бүгінгі сабағымызда солардың бірінші техникалық қызмет көрсету бойынша видео сабағымызды өтеміз. Енді бұған ең бірінші техникалық қызмет көрсетудің біріншісіне бізге арнайы киімдер керек. Енді қазір біздер үй жағдайында арнайы киім болмағандықтан, май болатын болғандықтан, әртүрлі шаң жұмыстар болатын болғандықтан, көне ескі киімдерді киюге болады. Енді бұл жерде ең бірінші автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуде. Біріншіде ең бірінші автокөлігімізді жуып тазалап алуымыз керек. Жуып таза тұру керек. Содан кейін бұл ірі мекемелерде, автокөлік кәсіпорындарында өткенде арнайы автослесарлар, автоэлектриктер әркім өзінің жұмысын жасайды. Ал біздің жағдайымызда енді өзіміздің жеке автокөлігіміз болған уақытта бұны өзіміз жасауымыз керек. Немесе қызмет көрсету, техникалық қызмет көрсету станцияларына барамыз. Ең бірінші біздер техникалық қызмет көрсету біріншіде автокөліктің жуылғанын қараймыз, өзіміз жуамыз болмаса. Содан кейін автокөлік шиналарындағы қысымның, атмосфералық қысымны өлшейміз. Біздің автокөлігімізде бұл әр дөңгелекте 2 атмосфералық қысым болу керек. Бұны өлшеу үшін бізде арнайы құрал болу керек. Шинометр деген құрал болу керек. Енді бізде бұл шинометр біздің қолымызда жоқ, үй жағдайында. Сондықтан барлық қысым көрсететін шинаның қарауға болады. Бізде арнайы компрессорды қолданамыз. 12 волтты автокөлікпен бірге жүретін компрессорды қолданамыз да шинаның қысымын тексереміз. Енді барлық дөңгелектерінде бізде 2 атмосфералық қысым болғандықтан, мұнда бізде шамалы жетпей тұр. Оны біздер насоспен шамалы 2-ге жеткізіп үрлейміз. Екі атмосфералық қысымға жеткіздік. Одан кейін осындай тәсілмен барлық дөңгелектерін бірдей деңгейге, яғни 2 атмосфералық қысымға қоямыз. Бұл өз кезегінде автокөліктің жүрісіне әсер етеді. Бірінші техникалық қызмет көрсету дегеніміз автокөліктердің техникалық жағдайын ұстап тұруы, дұрыс жұмыс жасауына әсер етеді. Және де жөндеуге дейінгі уақытты ұзақ уақыт ұстап тұрады. Енді бұл бірінші техникалық қызмет көрсетуде не істенеді? Жаңа айттық, автокөлікті жуамыз, шиналардағы атмосфералық қысымды тексереміз. Содан кейін салқындату сұйықтығын қараймыз. Егер де бұл салқындату сұйықтығы аз болса, оны құямыз, салқындату сұйықтығын. Содан кейін барлық генераторларды, стартерлердің бекітілуін тексереміз. Егер де ремендеріміз, біздің тартып тұрған ремендеріміз бос болса қатайтамыз, көне болса оны алмастырамыз. Және де кейбір автокөліктер бар. Кейбір автокөліктерде ГРМ, яғни газ тарату механизмдері ременді берілістері болып келеді. Ол кезде біздер ременді ол міндет түрде техникалық мінездемесіне сәйкес километрі болған уақытта алмастырамыз. Және де айналу роликтерін алмастырамыз. Енді техникалық қызметке көрсету барысында әр автокөліктің өзінің техникалық мінездемесі бар. 10.000 километрде жасалынады, 20.000 километріне жасалынады. Және де жүретін климаттық жағдайына қарай, жолдың сапасына қарай, жұмыс істеу тәсіліне қарай жасалынады. Енді біздер жеңіл автокөлікте 10.000 километрде жасап жүрміз. Енді салқындату сұйықтығын тексереміз. Содан кейін рульдің гидро күшейткішінің сұйықтығын тексереміз. Бізде бүгін тексеру барысында нормада тұр. Содан кейін тежеу сұйықтығын тексереміз. Бұл да бізде нормада тұр. Содан кейін аккумулятор батареяларының жағдайын тексереміз. Бұның электролиттің деңгейін өлшейміз. Бізде де аккумуляторымыз жаңа орында тұр. Содан кейін енді бұл техникалық қызмет көрсету барысында, бірінші техникалық қызмет көрсету барысында
отын тазалаушы сүзгіні алмастырамыз, яғни фильтрді алмастырамыз. Бұл бізде мына жерде тұр, ол міндетті түрде техникалық қызмет көрсетілген сайын алмастыру қажет. Және де ауа тазалағыш сүзгіні алмастырамыз. Бізде ауа тазалағыш сүзгі ашып, ауа тазалағыш сүзгіміздің жағдайы міне. Осыны алып, орнына жаңасын саламыз. Жаңасын әкеліп орнатамыз. Сосын оны орнына қоямыз. Енді бұды техникалық қызмет көрсету барысында, егерде автокөлігімізге газ қондырғылары қондырылған болса, мынау газ қондырғыларының фильтрлері, осы екі фильтрін ашамыз. Біреуі сыртта тұрады, біреуі ішінде тұрады. Екі фильтрді. Бұл газды ашу үшін газдың багінен, газдың шығу трубкілеріндегі кранмен газды келтірмейтіндей қылып жабамыз. Содан кейінгі мәселе, ол бізде майды алмастырамыз. Енді майды алмастыру үшін және де астындағы рульдік басқарудың барлық құралдарын қарау үшін, тежеу жүйесін қарау үшін, қол тежегішін қарау үшін, және де дөңгелектердің орналасу ысқа жейнесін қарау үшін барлығын бізге май алмастыру үшін қарау шұңқыры керек. Енді біздер үй жағдайында автокөлік қозғалтқышының майын алмастырған уақытта майды міндетті түрде май фильтрімен бірге алмастыруымыз керек. Біз жаңа фильтр әкеліп тұрмыз. Және де құятын майды әкеліп тұрмыз. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, көп майлардың сапасы төмен. Сондықтан автокөлікке бұрын қандай май құйылып жүр, сол маймен құю керекпіз. Біздің жағдайымызда міне қазір жазғы сезон басталып жатырғасын 10-40 майын құямыз. Қыста 5-40 майды құйып жүр. Енді ол автокөліктің қозғалтқышына байланысты, және де өзінің зауыттан шыққандағы техникалық мінездемелеріне байланысты әртүрлі май құйылады. Енді біздер майды алмастыру үшін не жасаймыз? Ол үшін бір ыдыс алып, майды астынан төгіп аламыз. Сосын фильтрді мынадай арнайы кілттермен шешеміз. Мынау арнайы фильтр шешетін кілт. Осы кілтпен біздер фильтрді ағытамыз. Сосын майды алмастырамыз. Ол үшін бізге қарау шұңқыры керек. Сосын осы майды алмастырып болған соң, біздер астындағы бөлшектерін майлаймыз. Барлық рульдік басқару тежеу жүйелерінің, аспалардың бөлшектерін майлаймыз. Ол майлау үшін бізге арнайы шприц керек. Ішіндегі маймен толтырылған, жағар маймен толтырылған шприцті пайдаланамыз. Осылар арқылы майлаймыз. Сосын астындағы бөлшектерді, бұрылу, басқару бөлшектерін тексереміз. Ол үшін бізге қарау шұңқырына түсіп, темірлермен тексереміз. Біздер автокөліктің қарау шұңқыры арқылы мына жерде фильтрін шешіп майын алмастырдық. Енді біздер жүріс бөліктерінің бекітілуін тексереміз. Оны біздер арнайы құралмен тексереміз. Темірлермен осының бекітілуін, жақсы істеп тұруын, және де басқару механизмдерін тексереміз. Аспалардың ілінуін тексереміз. Және астынан жетектердің бекітілуін, егерде артық жүрістер, бос жүрістер, люфтлер болса, оны дер кезінде осы техникалық қызмет көрсету барысында орнына қоямыз. Болмаса ауыстырамыз, болмаса реттейміз, келтіреміз. Барлық құрал жабдықтарын астындағы беріліс қорабының рычагын, осының барлығын тексеріп, техникалық қызмет көрсету барысында тексеріледі. Егерде ақаулары табылса, жөнделеді, немесе жөндеуге келмейтін болса, алмастырылады. Енді осы жетектердегі мысалы міне бұрылу
бұрылу шарнирлерін майланады біздерде. Оны біздер жаңа арнайы шприцтермен майлаймыз. Майланатын жердің барлығын. Ол май бармаса, біздер білесіздер, темір мен темір үйкелгенде ол бөлшектер тез тозады. Сондықтан барлығын майлаймыз. Біздер автокөлікке бірінші техникалық қызмет көрсетуді үй жағдайында жасап болдық. Барлық салқындату сұйықтығы, фарлардың жануы, барлық приборлардың жұмыс жасауы, отын беру жүйесінің фильтрлері, ауа фильтрлері барлығы алмастырылды. Және де автокөліктің қозғалтқышының майы алмастырылды. Және де барлық тежеу жүйесі, жүру бөліктері, аспалары барлығы майланып, ешқандай ақау табылған жоқ. Барлық жеріне техникалық қызмет көрсетілді. Енді бұл жеңіл автокөлікке, әртүрлі жүк автокөліктеріне, әртүрлі автобустарға, әртүрлі жұмыс жағдайына байланысты техникалық қызмет көрсетудің күрделі бола береді, автокөліктің күрделілігіне байланысты. Енді біздерде барлық автокөліктерге техникалық қызмет көрсету жасалынып тұру керек. Әрі қарай автокөліктің жол жүрісі кезінде уақытта жол көлік оқиғаларын болмаудың алдын алу үшін, автокөліктің сенімді және сапалы жұмыс жасау үшін, және сапарларға шыққан уақытта жолда бұзылып қалмас үшін техникалық қызмет көрсетулер уақытында жасалынып тұру керек. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.